Сәлем достар, бүгін мен сіздерді кризис туралы әңгімелесуге шақырамын. Қытай тілінде кризисті белгілейтін иероглифтің екінші мағынасы кризисті мүмкіншілік ретінде аударады. Яғни не только кризис, стрессовая ситуация ғана емес, сонымен қатар возможность, мүмкіншіліктерді беретін өте қызықты жағдай. Қазір әлемде болып жатқан кризис Қазақстанға да әсері қатты тиіп жатыр. Әсіресе Ресейдегі ситуация Қазақстанға әсері мол. Доллардың өскенін көріп тұрмыз. Ресейдегі қорқынышты атмосфералар бізге де біраз тиіп жатқанын көріп тұрмыз. Товарлардың қымбаттағаны, бұның бәрі осы кризистің әсері. Біздің әлем шар бұл үлкен ағза, өткен видеода оны айтып өткенмін. Үлкен ағза болғандықтан біз Қазақстан ол дененің, мысалы әлем шар бұл дене да, ол денеден тыс бөлек тұра алмаймыз. Біз в любом случае осы әлем шарда болып жатқан жағдайларға әсеріміз бар. Сонымен қатар ол әлем шардың бізге әсері бар. Қазіргі таңда не болып жатыр? Қазір Ресей жабылып жатыр. Границасы полностью жабық қазір. И Ресей біраз уақыт осындай ситуацияда болады деп ойлаймын. И не только мен ойлаймын. И Ресей енді өзінің производствосын жасауға тырысады. И бізде соғыс болып жатқан жоқ, Құдайға шүкір, тфу-тфу-тфу, Құдай сақтасын. Бірақ біз басқа елдерге қарап, әсіресе өзіміздің жақын елдерімізге, Ресейге қарап, өзіміздің нәтижемізді шығара аламыз. Өзіміз вывод жасап, миымызды қимылдата аламыз. Ресейде қандай ситуация? Производство аз. Яғни олар өздері еш нәрсе шығармайды. Өте аз нәрсе шығарады әлемге. Біз Қазақстан тура солай әлемге аз нәрсені шығарамыз. Мысалы, сырье, шикізат, оны санамаймыз. Оны товар ретінде санауға болмайды. Ол бізге табиғат, Құдай сыйлаған нәрсе. Яғни біз просто өзіміздің жеріміздің байлығын сатып жүрміз, содан ақша жасаймыз. Ал нағыз производство ол адамның өзінің қолымен жасаған нәрсесі. Мысалы, түрлі азық-түліктер қолдан жасалған, киім-кешек, производственный нәрселер, мысалы үшін техникалар, түрлі техника, сонымен қатар технологиялар, услугалар әртүрлі, ой, яғни ми десек болады. Сол технологияларды шығаратын ми, жазушылық, искусство, сурет салу. Кез келген үйіңізді ашып қарасаңыз, кез келген товарды алайық, сол товар мебель мысал үшін, мебель, посуда, компьютер болсын, техника деп айттық, я. Строительство, стройматериалдар, осының бәрін бізге импортқа шығаруға өте маңызды. Импортқа емес, экспортқа шығаруға өте маңызды. Бұл үлкен кәсіпкерлік жұмыстар. Бұндай кәсіби жұмыстармен кім айналысады? Біріншіден, өмірден қорқпайтын адамдар. Яғни рисковать етуге қорқпайтын адамдар. Екіншіден, бұл ересек адамдар. Өз-өзіне жауап бере алатын, өзінің бизнесіне жауап бере алатын адамдар. И осындай адамдар кризис кезінде көптеп туылады. И сондықтан кризис мүмкіншіліктерге мол уақыт. Енді кризистің түбін талқылайтын болсақ,
қақтан пайда болатын кризистер өзімен өзі пайда болмайды. Мысалы, бір халықты бір определенный жерге орналастырсақ, олар сол жерде өмір сүріп, түрлі іспен, тірлікпен айналысып, тату-тәтті өмір сүре береді, спокойно размножаться етіп, әйтеуір тіршілігін жасап өмір сүреді. Ол жерде кризис жасау үшін сол ауылдан тыс, мысалы, сол аймақтан тыс адамдар келіп, сол кризисті жасайды. Кризисті, әлемдегі кризистерді тоже искусственно басқа адамдар жасайды. Басқа адамдар тудырады. Ол қандай адамдар? Ол осы әлемді басқаратын адамдар. Біздің әлем бостан-босқа жүрген емес, жүрген бір шар емес. Біздің өзіміздің басқаратын определенный адамдарымыз, а может даже адамдар емес олар, бар. Сондай тұлғалар дейік, тұлғалар бар. И қазір сонымен қатар кризис вообще кез келген уақытта болады. Әлемде кризис болмаған жағдай жоқ. Әр 5, 3, 10 жыл сайын әйтеуір бір кризистер, соғыстар, сонымен қатар бір вирустар, аурулар пайда болады. Әлгі жақында өткен біздің бәрімізге белгілі, әйгілі ауру, жұқпалы ауру. Ол да искусственно созданный нәрсе. То есть оны біреу ойлап тапқан, оны біреу таратқан. Не үшін, не мақсатпен таратқан, бұл уже басқа сұрақ. Не только ақша жасау үшін. Да, конечно, фармкомпаниялар өте күшті байды, бірақ бұл тірліктің мақсаттары қайда терең. Халыққа оны ешкім айтпайды новостиден, потому что новости, СМИ, оның бәрі просто еще один орган управления людьми. То есть просто құрал. Адамдарға ықпал жасайтын құрал. Мен қазір сол тұлғаларды, осы ситуацияларды, кризистерді басқаратын тұлғаларды критиковать етіп жатқан жоқпын. Оларды жаман деп жатқан жоқпын. Мені мұқият тыңдаған маңызды. Бұл просто жай ситуация, жай факт. Біздің өміріміз сондай. Ал енді өз өмірімізді қолға алу үшін не істеу керек? Как всегда, әр видеода айтатыным, есею қажет. Есею деген бұл жертва позициясынан, құлдық позициясынан шығу. Бір видеода мен уже айтып өткенмін, біз көп адамдар Карпман үшбұрышына бағынышты. Ол не деген үшбұрыш? Ол жерде жертва бар, яғни құл, спасатель, құтқарушы и агрессор. Осы үшбұрыштан шыққан адам есейе бастайды. Көбінесе адамдардың көбісі не ойлайды? Вот біздің елімізді біреу басқарады деп ойлайды. Елімізді басқарады, яғни еліміздегі барлық порядокты жасайды. Айлығымды вовремя беріп тұру керек. Мемлекет маған вовремя пенсия беру керек. Сонымен қатар мемлекет біздің еліміздің байлығымызды теңдей таратып бәрімізге беріп тұру қажет деген сияқты ойлар келеді. Бұл мемлекет алатын болсақ. Егер просто жай өзіміздің қарым-қатынасымызды алатын болсақ, біз не ойлаймыз? Мысалы, бір эмоционалды, бір стрессовый ситуацияларда біз ең бірінші психика басқа адамды кінәлай бастайды. То есть виновный адамды іздейді. Вот, ол мені қапа қылды, ол мені басты, ол мені қысты, ол маған үйтті, бүйтті деп біз сондай вывод жасаймыз. Бұл кезде біз өзімізге жауапкершілікті алмаймыз, яғни адам ол кезде жертва позициясына тұрады. Біреу маған әсер етіп жатыр, біреу маған тиісіп жатыр, құтқарыңдар мені деп біз сондай үшбұрышқа кіреміз. Негізі есеюдің бірақ жолы бар. Ол жауапкершілікті өзіне алу, өзінің өміріңді өзің
басқару, өз қолына алу деген сөз. Яғни кез келген ситуация, мемлекеттік ситуация, үлкен ситуация болсын, кішкентай ситуация болсын, өзіне сұрақ қою: мен бұл ситуацияны қазір қалай шеше аламын? Мен бұған қалай әсер ете аламын? Мен бұны не үшін өзім өміріме құрастырдым? Кез келген сыртқы событиялар, сыртқы өмірде болып жатқан жағдайлар ішкі дүниенің құрылымы. Яғни ішкі дүниеңіз қандай болса, сыртқы өміріңіз тура сондай болады. Ал егер әлем масштабында алатын болсақ, әлемде не болып жатыр қазір? Бізде әлемде тамағы жоқ, голодать ететін адамдар бар, соғыстар бар, бір-бірінің байлықтарын алып қою, жаулап алу, сату бір-бірін, сондай ситуациялар көп, дұрыс па? Насилие, агрессия бар. Яғни әлемдегі адамдардың ішкі дүниесінде не болып жатыр? Неге осындай ситуация біздің әлем шарымызда болып жатыр? Яғни сол коллективті подсознание, коллективті түп санада адамдар есеймеген, адамдар сол треугольникте тұр. Сондықтан елдердің арасында да сондай треугольник бар. Бір ел жертва, екінші ел спасатель, үшінші ел агрессор. И сөйтіп алмастырып, постоянно ауыстырып тұрады. Мысалы, Америка, кейбір елдерге Америка агрессор болады. Мысалы, Ирак, тағы қандай елдер бар? Ливия, кімге тиіскен елдер. И анау ел жертва болып табылады. Кейін басқа ситуацияда бұлар ауысады орындармен. Америка енді құтқарушы, мысалы, Украинаны типа құтқарып жатыр қазір. Россия агрессор, Украина жертва болып тұр. И сөйтіп кез келген бір соғысты алатын болсақ, тоже сондай треугольникке кіреміз. Соғыстар, үлкен кризистер, дефолт дейді, сондайлардың бәрі искусственно жасалған нәрсе. Ол өзімен өзі шықпайды, оны біреу құрастырады. Бұл үлкен ойындар. Сондықтан бұл үлкен адамдардың ойындары десек те болады. Оның бәрін істеп жүрген адамдар точно ересек, точно психикасы есейген адамдар. И олар ситуацияның ішінде отырмайды, олар ситуацияның төбесінен отырып, астына қарап тұрады. Біз не істей аламыз? Біз тура сондай тактикамен өз өмірімізге қарай аламыз. Өз өмірімізге астынан емес, ішінен емес, төбесінен қарасақ, онда кризис уже, стресс болмайды. Кризис уже сол басында айтып өткендей мүмкіншілік болып қалады. Мүмкіншілік, яғни бұл задача. Есеп сияқты. Математикадан мектепте бәріміз есеп шығарғанбыз. Сонда берілген заданиясы болады. Астынан сен сол заданияны просто шешесің, шешімін жазасың. Тура сол сияқты кризис бұл есеп. Сол есепті біз шешеміз. Именно кризис кезінде біздің миымызда көптеген ұйықтап жатқан процестер оянады. Жаңадан ойлар келеді, идеялар келеді. Осы кезде соны іске асырған маңызды. Энергияны стресске, кризиске тығу емес, мысалы, қорқып тұрып, ойбай, мен не істеймін, өмірім не болатын болды, Инстаграм жабылды, там и так далее деп біз мұңайып, қорқып отыруымыз мүмкін. Бұл кезде біз көптеген энергияны сол страданияға жібереміз, немесе тура сол энергияны кризистен шығуға жібере аламыз. Көптеген бизнесмендер именно кризис кезінде көтерілген. Неге? Олардың қай жері артық басқа адамдардан? Еш жері артық емес. Олар просто сол мүмкіншіліктерді көре білді. Өзінің өміріне жертва сияқты қараған жоқ. Өз өмірін өзінің қолына алды. Бүгінге осы
Достар, егер сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазсаңыздар болады. Маған консультацияға жазылу үшін астында ссылкалар арқылы немесе Инстаграм арқылы жазылсаңыз болады. Келесі көріскенше сау болыңыздар.